Оралманы и кандасы. Оралманы и кандасы. Вот кто предал свою страну в свое время, свалил в Китай, а теперь приперлись и права тут качают, придурки. У меня вопрос таким казахам. Вы что такие ублюдки? Естідіңіздер ме? Ана айтады ғой, қазақта мынандай мақал бар ғой. Балақтағы бит басқа шықты деп. Мынау Эльмира Кулакова деген, басқа ұлтын, кореянка қателеспесем. Мәселе ұлтында емес. Бұл әйел бірнеше рет видеосымен көрдім, үнемі қазақтарды мазақ қылып отырады, қорлап отырады. Осы жолы бір қазақ емес, 1 миллионнан артық қанша бізде қандас бар, соның бәрінің бетіне былш еткізіп түкіріп отыр. Сендер сатқынсыңдар дейді, предательсіңдер дейді, отанын сатқансыңдар дейді. Енді қайтадан келіп, мұнда ананы мынаны талап етіп жүрсіңдер. Придурки дейді. Бұл ауыр сөз. Бұна жарым мессіңдер деген сөз ғой. Қазақшасы. Енді біз қазақтар білеміз, ол кезінде Маузин Сталин кезінде қалай қазақтың жерін бөлді, қалай границаның артында жартысы қалып қой, жартысы мында қалды. Кезінде аштықтан аман қалу үшін, соғыстан аман қалу үшін, ұрпақты қалдыру үшін, ұлтты сақтап қалу үшін қазақтардың жартысы солай істеу керек болды. Ешкім кінә тақпайды. Мен жергілікті қазақпын. Ешқашан кінә тағып көргем жоқпын. Келген әр қазаққа мен қуанам. Өз бауырым келіп жатыр деп. Сол бауырлардың басына ешкімді шығармауымыз керек біз. Мына әйел бір кісіге айтып отырған жоқ. Миллиондаған адамдардың барлығын айтып отыр. Естіп отыр. Мына басқа ұлттың азаматтары да естіп отыр. Бүгін мынау қорлап отыр. Ертең басқа адамдар сендерді қорлайды. Сондықтан мына әйелді жауапқа тарту керек. Мен сіздерге заңгер ретінде айтам. Бұл әйел Қазақстан Республика қылмыстық кодексінің 174 бабында көрсеткен қылмыс істеп отыр. Яғни азаматтарды қорлап отыр. Ұлт араздық тудырып отыр. Ар жақтан келген қандас қазақтармен мына жақтағы біздердің арасына алауыздық туғызып отыр. Алауыздықты қоздырып отыр. Сіздерді қорлап отыр. Жарым естер адамдар деп. Сондықтан намысы бар азаматтар, қандас азаматтар. Мына әйел қателеспесем Талғар ауданында тұрады. Сол маңайда тұратын қандас жігіттер. Намыстарым бар болатын болса, Алматыдағы болатын болса да, барыңыздар, полицияға барасыздар да арыз сүресіздер. Міне менің арызым Эльмира Кулакова деген әйел міне осындай бізді қорлады, сатқын, предатель деп айтты, придурок деп айтты, жарым ес деп айтты. Міне дискісін жазып әкелдім деп, ана балаларыңызды жазып алыңыздар, көз ашық балаларыңызға. Соны көп немене керек жоқ, сіздерден соң жауап алады да, соны қылмыстық іс қозғайды. Бұнда қылмыстың белгілері бар, міндетті түрде қозғайды. Егер де олай істегілеріңіз келмесе, жаңағы 10 шақты жігіт, намысты жігіттер жиналыңдар да, мына Мейірман сияқты намысты бар адвокаттарға барыңдар, соларға көрсетіңдер. Міне мына әйел бізді қорлап жатыр. Осыған қозғатып беріңіздер деп. Азын-аулақ ақшаларын жинап беріңдер. Аямандар. Мына ұлттық намысымызды қорғауымыз керек. Әйтпесе ертең мынаны естіп отырған басқа ұлттағылар тағы да бастарыңа шығады, қорлайды. Мәңгүрттер қорлайды сөнеген, түкті түсінбейтін. Кез келген адамдардың мазағы боласыздар. Ал ол шыққан ақшаларыңыздың бәрін ертең жаңағы Кулакова Эльмирадан сот қайтартып береді сіздерге. Сіздерді жәбірленуші деп таниды да, сонымен сіздерге сол ақшаны қайтартып береді. Осыны істеңіздер. Егер де намыстарыңыз бар болатын болса, міне миллионнан аса қандас бар ғой, солардың барлығына бетіне түкіріп отыр мынау. Оралмандардың бәрі, қандастардың бәрін жармес дейді, придурки дейді, сатқындар дейді, отанын сатқан предательдер дейді. Ол ең ауыр айып ол. Сондықтан әр кезде қазақ өзінің намысын таптатпаған. Менің айтқаным істеңіздер. Кез келген жердегі азаматтар өзінің намысын бар деген. Барысында полиция бөліміне берсін. Олар сіздердің арыздарыңызды қабылдап алуға міндетті. Соны кейін айталық, Семей қаласында арыз берсеңіздер, оны қабылдап алады да, соны кейін оны Талғар қаласына жібереді. Оның қайда тұрғанын анықтап. Осыны істеңіздер. Әйтпесе, мына қаптап жүрген балықтағы биттердің бәрі басымызға шығады. Заң бар екенін көрсету керек.